Балалар, біздерге сабағымызды бастамас бұрын қызықты тапсырма келіп тұр, яғни ребус. Ребусымызды шешіп көрейік. Иә балалар, таза бұлақ деген сөз шықты. Демек біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай? Мына өлең жолдарына назар аударайық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Балалар, бұл өлең кімнің өлеңі? Иә, бұл өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Демек біз бүгін Ыбырай Алтынсариннің таза бұлақ әңгімесімен танысамыз. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз таза бұлақ. Мақсатымыз сен ойыңды нақыл сөздер, суреттер арқылы тұжырымдайсың. Бірінші тапсырма. Түсініп оқы және сұраққа жауап беріп көр. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын қазандай бір тасты қойыпты да тасқа: «Ей, жолаушы болсаң осы таза бұлақтай бол», деп жазыпты. Осы жазуды сен қалай түсінесің? Бұл сұрақтың жауабын таза бұлақ әңгімесінен тауып көрейік. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш, жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген, суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да тасқа: «Ей, жолаушы болсаң осы таза бұлақтай бол», деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бір жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол-жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынадай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің дегені деп білемін», дейді. Сонда екінші жолаушы басын шайқап: «Жоқ, мен бұлай ойламаймын», дейді. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаныңыздан гөрі тереңірек соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, рахаттандырады. Сусағанның шөлін қандырады. Онысы үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Олай болса, бұл біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегенге ақыл болады. Жолаушының үшіншісі көркем жас жігіт үндемей тұрады. Жолдастары: «Сен не ойлайсың?» деп сұрады. Жігіт айтты: «Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орнында тұнып тұрып, шөп шалам түсіп, лай қоқым болса, бұған адамнан гөрі айуан ынтық болар еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін бұған адам ынтық. Олай болса, бұл жазудың мағынасы мынау: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасаң, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Ендеше көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын дегені ғой деймін», депті Ыбырай Алтынсарин. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. 3-ші тапсырма. Мәтіннен суреттегі бұлақ сипатталған жолдарды тауып оқы. Бұлаққа қатысты көркем сөздерді дәптеріңе жазып ал. Олай болса, тапсырманы орындауға көшейік. Мәтіннің ішінен бұлақты сипатталған жолдарды таптың ба? Қане, іздеп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Айнала қалың ағаш, жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген, суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ екен. Бұл сөйлем бізге бұлақты сипаттап қандай екенін білдіріп тұр. Келесі кезекте 5-ші тапсырмаға назар аударайық.
сызбаға қарап, Ыбырай Алтынсарин туралы не білетініңізді тұжырымдап көрейік. Ыбырай Алтынсариннің қандай әңгімелерін, қандай өлеңдерін білесіңдер? Және ондағы негізгі ой қандай? Ыбырай Алтынсариннің өлеңдері: өнер білім бар жұрттар, кел балалар оқылық, жаз, азған елдің хандары, әй жігіттер, залым төреге, өзен, және де тағы да көптеген өлеңдерін білеміз. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері: бай мен жарлы баласы, Қыпшақ Сейітқұл, киіз үй мен ағаш үй, таза бұлақ, надандық, әке мен бала, жомарт, бақша ағаштары, данышпан қазы. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері, өлеңдерінің негізгі ойы қайырымдылықты, әділдік, еңбекшіл, достық, оқу білім, өнер, адамгершілік, шыншылдықты көздейді. Балалар, сіздерге 87-ші беттегі 4-ші тапсырма үй тапсырмасы. Ол тапсырмада сіздер әр жолаушының пікірінің дұрыстығын жақтап дәлелдейсіңдер. Қорытынды сөздеріңді нақыл сөзбен тұжырымдап көріңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.